Армысыздар, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге бір керемет көрсеткім келіп тұр. Мына біздің солтүстік Қазақстан облысы орталығы Қызылжар қаласынан шамамен бір 30-40 километр жерде Новокаменка деген керемет ауыл бар. Сол жерде мына ертелі кеш 10 жыл, 20 жыл, 25 жыл, 5 жыл, 2 жыл бұрын көшіп келген оңтүстіктің мына шеттейін, алыс жақын шеттегі қазақ ағайындар бірлесіп бір керемет ас беріп жатыр. Бүгін сол жерде құрметті қонақ болып келген жайым бар. Қараңыздаршы, табиғатымыз біздің қандай тамаша. Тізеден келетін жасыл шөп, айналаның бәрі орман, күндегі не ыстық, не салқын емес. Міне жігіттер, міне. Ал, көкпар болады қазір. Ал, сәттілік бауырым. Міне, мынандай орманның арасында екі ақ үйді тігіп тастап. О, шапты. Екі ақ үйді тігіп тастап, міне. Керемет, осындай үлкен жиын болып жатыр. Бағанадан бері естіп отырмын. Алыстан, сонау Өзбекстаннан келген азаматтар, Қытайдан, Монғолиядан келген. Сәлем бердік. Қалыңыздар. Осы солтүстікке келген мен 7 жыл болды. 2019-да келгем. Атым Қайсар. Найман боламын. Енді Алла тағала бүгін бәріміздің басымызды қосып осы жерде мына жинап ұйымдастырып жатқан жігіттерге денсаулық берсін. Отбасыларыңызға амандық, жалпыларыңыздың. Алла тағала. Ал, жеңгелер, сәлем бердік. Осы кісілердің арқасында болсында Құдай тамақ дастархан жайылып отқандар. Ал, біреуіңіз айтып жүріңіздер, қашан, қай уақытта келдіңіздер, қай жерде тұрып жатсыздар? Қайырлы күн. Міне біз өзіміздің тарихи отанымыз солтүстік Қазақстанға, осы Новокаменка ауылында, осы солтүстік Қазақстан ең басы 2002 жылдан бастап осында қоныстап жатырмыз. Міне 20 жылдан астам уақыттан бері осында өсіп, өніп, көбейіп, өзіміздің салт дәстүрімізді жалғастырып жатырмыз. Өте тамаша. Ал, тағы кім айтады? Айтып жүріңіздер. Күміс алқа, алтын алқа аналары бар арасында. Күміс алқа қайсысы, күміс алқа? Екі күміс алқа. Алтын алқа қайсысы? Алтын алқа. Жас. Міне 10 ана, 10 батыр ана. Он баласы түбәт. Осы жерде қазақтың санын көбейтіп жатыр. Батыр аналар. 10 бала. Аналарымыз міне. Өте керемет. Біз Ал. 2006 жылы Есіл ауданы Явленка селосына өзім қоныстандым. Мектепте мұғалім болып істеймін. Содан бері шәкірттер тәрбиелеп, осы өз отанымызда өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Қай жерден келдіңіз? Мен Өзбекстан, Жызақ облысынан келгем. Тамаша, өте керемет. 2002 жылдан бері осы жердегі отандастар жиналып, жылда жаңағы өлі риза болмай, тірі байымайды демекші, сол кісілерге арнап, жылда осындай әр өңірдің, әр ауданда ас береміз. Енді осы жерде ұйымдастырып жүрген жігіттеріміз бар. Сол кісілерден де бір-екі ауыз сөз алсаңыз болады. Осыны ұйымдастырып жатқан, осы Новокаменка ауылының Тамаша. жігіттері. Ой, рахмет сіздерге. Ай, Алыңыз қап кетпесін. қалмайды ешкім. Рахмет. Рахмет. Міне, осы ағаларымыз, осы Новокаменканың маңайында болып жатқан осындай үлкен құран қатым асты заманда инициатор болып бастап қазір басы қасында жүрген ағаларымыз. Міне, мына ағамыз айтады, басында осында келген кезде ертеліге 20 жыл бұрын көшіп келгендер, 25 жыл бұрын көшіп келген азаматтар бар мынаның арасында. Сол кісілердің бастары қосып, ең басында тауық сойып болып бастап, жиналып, жиын өткізіп, қазір жылқы соятын жағдайға жеткен екен. Ал ағалар, бір ауыз сөз айтып жүріңіздер енді. Солтүстікке шақырыңыздар халықты. Не дейміз, мынау енді солтүстікке Құдай қаласа, бұл Қазақстан айтып қой жаңағы. Қай жерде болса біздің отанымыз. Қазақтың қай тесігі, оңтүстігі бола ма, солтүстігі бола ма, шығысы бола ма, батысы бола ма, біздің қазақтың жері біздің отанымыз. Бұдан басқа біздің отан жоқ. Тілімізді дамытайық. Мына солтүстікке бәріңіз келіңіздер. Мұнда жер кең, жері құнарлы, халқы өте жақсы, байлығы мол. Осыған еге қылайық. Оңтүстікті сығылып отыра бергенше осындай кең жерге келейік. Еліміз, жұртымыз, біздің ешқандай бізге бөтеншілігіміз жоқ. Қазақ бір-біріне еш уақытта еш алмаған халық. Біз осы бір қазақтың туын әр уақытта көтеруіміз керек. Әмин. Әй, жарайсыз. Ал аға, өзіңіз бірдеңе деп жүріңіздер. Не дейміз, құрметті қауымшылық, құрметті қауым, құрметті көпшілік, бүгінгі өткен мына Құдай тамағымыз қабыл болсын Аллахым. Алланың қалауымен бүгін биылғы Құдай тамағымыз осы құрбан айтқа тура келді.
Алланың қалауымен осы құрбан айттың ақырында осыдан осы Құдай тамам өткізіп, ата бабамызға аруақ разы болмай тірі байымас демекші қатым-құран бағышлатып, мына Новокаменкінің балдарымыз, мұсылман қайнымыз, ініміз бастаған осылардың арқасында осы Құдайын өткізді мұсылман. Біз Новокаменкінің жігіттері, мына келіндерге, інішектерге бәріне рахмет, Алла разы болсын. Дастархандарымыз әрдайым жақсылыққа жайылсын деп тілеймін. Әумин. Ал, бар болыңыздар ағалар. Рахмет сіздерге. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жалпы жыл сайын осы жаққа ертелі-кеш көшіп келген азаматтар осылай бірігіп жыл сайын бір кездесу өткізеді. Ассалаумағалейкум, есімім Нәсір Нұркен Талғатұлы. Қазір Мамлют ауданында тұрам. Мамлют ауданы әкімінің орынбасары қызметіндемін. Қай жерден келдіңіз? Өзім Шымкент қаласынан. Тамаша. Ал аға, сіз бірдеке деп жүріңіз. Ассалаумағалейкум. Мен Солтүстік Қазақстан облысына 2002 жылы май айында келгенбіз. Содан бері осы Солтүстік Қазақстан облысында село Покровка деген жерде тұрамыз. Ағайындардың ақсақалы. 24 жыл осында. 24 жыл болды. Сіз местныйсыз ғой? Местный, сол жерде не дейді, крестьянский хозяйство ұстаймыз, сол жерде мал шаруашылық, жер шаруашылық, сол жерде жұмыс істейміз, сол жерде қызмет қыламыз елге. Ауылымыз көркейе берсін, өсе берсін, осы ауылға көшіп келе бергізді, Солтүстік Қазақстан. Әумин. Атым Ергеш, Ташкентке келгем, Таркент ауданында. Қашан келдіңіз? 2004 жылы келгем. Уже. Есіл ауданында Явлинге тұрам, келгеннен бері. Көшіп келе берсін, келетіндер. Бар жақта жақсы, бұл жақта көріп тұрмын. Дегендерге есігі ашық, әрдайым. Тамаша. Тамаша, рахмет. Мен де сөйледім. Ал. Міне мен Теміразовтан келгем, Өзбекстаннан 2005 жылы. Содан бері Явлинка отырамыз. Міне мен Теміразовтан келгем, Өзбекстаннан 2005 жылы. Содан бері Явлинка отырамыз. Құдаға шүкір, міне жақсы бәрі. Енді бітеміз. Құдаға келе беріңді осы қарап. Тамаша. Ассалаумағалейкум. Мен 2003 жылы көшіп келген Қызылжар ауданы село Якірге. Келіңіздер солтүстікке. Солтүстіктің жері құнарлы. Не ексеңіздер де бола береді, мал шаруашылық бар нәрсесі қалады. Келіңіздер. Өте там. Қызақ облысы Гагариндан көшіп келгенбіз біз 97 жылы. Содан бері осында тұрып жатырмыз. Содан кейін мына ауылдастар көшіп келді. Мына бір ауыл болдық. Бір ауылымыз бір қала болды кісі болады. Аллаға шүкір, осындай кең жайда, кең неде адамдармен араласып, жыл сайын осы өзіміз бас қосып тұрамыз, дұға береміз. Алла тағала осыған бәрімізге жеткізсін. Мына енді келетін адамдар да осы біздің алдымызға келіп қосылса, отандастар деген группа бар. Соған қосылатын болса біз қосамыз. Осы жерімізде мына көкпарымызды беріп жатырмыз, асымызды беріп жатырмыз. Мына келіншектерімізге рахмет, бәрі бас қосып, осындай кішкентай болса да, осындай өзіміздің қазақ деген елімізде, қазақ деген жерімізде осындай жақсы отандастар деген арманмен армандап жүрміз. Алла разы болсын, сағанда рахмет, Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, мен 2006 жылы келгем. Өзбекстаннан, содан 20 жылдан бері асты, шүкір, Аллаға шүкір, балалардың бәрін оқыттым, елдері сау, барлығын дипломдары бар. Неберелі болдым, осы жерден кереген де алдық, неден де алдық, әйтеуір шүкір, мынау жегектарымыз азы осы жерде жетеді, солтүстікте әйтеуір. Қорамыз балды тола, егініміз ектік, егініміз шықты, әйтеуір шүкір, ел мынау қосылып бір елге бата аламыз деп әйтеуір шүкір, көпшілік көріп астар мына жақсы, мына көзімізді жақсы неміз әйтеуір, Аллаға шүкір, дендеріміз сау болсын, әр жылы осындайды кездесіп жүре білеген елай. Әумин, рахмет аға. 2006 жылы Есіл ауданына Петровка деген ауылына келгем. Өзбекстан Республикасы Жызақ облысынан келдім, Мырзашөл ауданынан. Содан бері мінекей 20 жылдан астам уақыт өтті. Мінекей осы елде тұрып жатырмыз. Бүгін Алла жазса Астанаға көшеміз. Енді бұл жерге ең жақсы облыстардың бірі. Ешкім жаман болмады. Келген кезімізде қандай болып келді? Қазір өте жақсымыз жағдайымыз. Елдің, жұрттың жағдайы жақсы. Менмен келген жігіттердің барлығы жағдайы жақсы болып жүрміз. Үйіміз бар, көлігіміз бар, балаларымыз оқыды. Осы жақпен керек болса қыз беріп қыз алдық, құда жекжат болдық. Сондай жақсылықтарымыз бар.
келем деген адамға өте жақсы жерлер. Міне салқын ауа, рахат, көк шөбі өсіп тұр. Мінекей ауылымызда бүгін мына Құдай ас беріп, мына да көкпар болып тұрған жайымыз бар. Оның үстіне жылда біздер Өзбекстаннан келген азаматтардың барлығы әрбір аудан бір жыл Есіл ауданы, бір жыл Қызылжар ауданы, Аққайың ауданы деп солай айналып Құдай ас береміз елде қалған ата бабаларға. Сондай жағдайымыз бар. Сол астың бүгін бірінде отырмыз. Мінекей астан шығып көкпар тамашалап отырмыз. Ұлттық дәстүрімізді көрсетіп елге жұртқа. Осындай жағдай бізде. Ой, рахмет. Келгенбіз. 2010-да биыл уже ровно 16 жыл болды. Еліміз Рамадан, келіншегім Найман. Аллаға шүкір келгенімізге өкінбейміз тарихи отанға. Балдарым оқып, жұмыс істеп, қыздарым бәрі оқып, бала шағаның бәрі. Аллаға шүкір. Бәрі үйлі жайлы болып, жұмыстармен неғып жүріп, Аллаға шүкір дейміз оған. Келгенімізге еш өкінбейміз, өзімізді жүрміз, Алланың берген несібесін теріп. Ой, тамаша. Рахмет аға. Рахмет. Мына ағайындар мына біз солтүстікте отырмыз. Құда қаласа мына Шамалкөй, жел, жан жағың бәрі көгал бір рахат жері. Мен өзім немді айтсам, есімім Жорабай. Мен негізі Өзбекстан туылып өскен. Өзбекстан кешегі Алмалы уақыт заманында Өзбекстанға арендаға беріп, сол бойынша қалып кеткен жерлер. Негізі қазақтардың жерлері еді. Елдестердің туысқандарым болса білетін шығар. Одан біз Жетісайға көшіп келгем. Мақтаарал ауданы оңтүстік Қазақстанға. Сол жерде бір 14 жыл тұрдым да, 14-ші жылы осы солтүстік Қазақстан облысының Қызылжар ауданы Петербель деген ауылдың мекеніне көшіп келдім. Міне Құда қаласа көшіп келгеніне 12 жыл болды. Отбасымнан. Осы Құда қаласа міне жұмыстарым, балдарым бәрі осында жайғасып қалды. Бір-екі бала осында үйленді, үйлі жайлы болды. Енді егер көшіп келем деген болса, оңтүстіктен әсіресе. Біздің оңтүстікті тығылып отыра бергенше, солтүстікке кеңіздер. Мына жер қандай кең, тамаша, ауа райы, табиғаттың өзі қандай. Елі өте тамаша. Жайдары өзіміздің қазақ халқы бұлар. Өте жуас халық. Бұлар осыны біз осы халықтың санын көбейтейік солтүстіктегі. Келешегіміз осы негізі біздің ана ыстықта тығылып отқанша солтүстікке келіп өзімнің давлением бар еді. Бұл жерге давлением да мынау нем де жақсы болды бәрі. Мен осыған ырзамын. Көшіп келгеніме мен ырзамын, Аллаға шүкір. Ой, рахмет. Ой, тамаша. Менің фамилиям Омаров, атым Мырзабай. 44 жыл туылғанмын. Өзбекстаннан келгенмін 2004 жылы. Содан 24 жылы Астанаға көшіп өттім. 20 жыл отырдым осында. Қай жеріне келдіңіз бұл жақтың? Өзбекстанның Жызақ облысынан келгенмін. Жоқ, осы солтүстіктің қай жеріне келдіңіз? Есіл ауданына келгенмін ғой, Явлики деген селосында болдым 20 жыл. Халқы жақсы, барлығы сыйлап тұрады. Қазір сол Явликиде қызым үйінде 5-6 күн болды. Қонақта жүрмін. Рахмет барлығына, халық ақтөбе сыйлап тұр. Алла сыйласын. Халқы жақсы, көшіп келе беріңдер, ойламастан. Жайлы жер. Малға да, диқаншылыққа да бәріне олыңды. Өте тамаша. Рахмет. Рахмет. Болды. Ассалаумағалейкум. Біз мына Құда қаласа оңтүстіктен Өзбекстан Жызақ облысы Забырават ауданынан келгенбіз. 2016 жылы көшіп келдім. Сарыағаштан келдім мен. Мамлют ауданына көшіп келдік, Покровка елді мекеніне. Бүгін жылда сол оңтүстіктен көшіп келген кісілер жиналып ас береміз. Сонымен асымыздың өтіп атқан жайты бар. Астан кейін мына Құда қаласа көкпар шауып жатырмыз. Мынау іншектер мына кісілер. Мына кісі іншек, мынау немерем. Оразкелді деген елміз. Оразкелді деген Қоңыраттың ішінде Оразкелді деген елміз. Осылай. Болды, рахмет, братан. Болды, тамаша. Ереке, аттың аты қалай? Ерзат, аттың аты қалай?
Байгүрек! Бақкүрек! 16 көшіп келгем Қытайдан. Аха. Талдықорған Көксуда 3 жыл тұрдым. 2019 осы сол. Солтүстік Қазақстан Есілаудан Бірлік ауылына көшіп келдім. Содан осы жердеміз ғой міне. Қазір 7 жыл болды міне бұйыртса. Қалай? Жақсы ғой, өте тамаша ғой. Тәт. Керемет. Аттың аты қалай? Аттың аты Бақкүрең. Бақкүрең. Ал, шаба бер, брат. Рахмет. Жүріп атама барам. Мен Өзбекстан Жизақ облысы Балқы совхозына келген. Осы жерде 20 жыл болып тұрып жатқанымыз осынау екен. Барлығы жақсы. Келіңдер. Көріңдер. Бауырым, руың кім? Қоңыратсың ба? Жарай, сен руың кім? Найман. Наймансың ба? Сенші? Қаракөсе. Қаракөсе, сенші? Қаракөсе. Қаракөсе? Жарайсыңдар. Айттыңыз ғой. Ondan ақша сұрамаймыз біз. Біз қазақ алаш біреудің қолына қарап тірлік қана емеспіз. Біреудің қолына қарап бір той берген адам емеспіз. Барымен базар, орнымызда бір 300-400 теңге ақша бар, жастардың жиналғаны. Барып аласың, 10 мың теңге келіп аласың, 10 мың теңге бас. Олға! Кірсе келдің ғой бекжан, алсын Жетек жоқ, жетек сеніңдер. Айналдырма. Жеке бар, жеке. Барсай бекжан. Еркек! Ар біздің ауылдың баласы емес пе? Қонақ. Нұрсұлтан Балуан, Сарыағаш ауылы тайыншы. Бас. Аттың аты Нұрсұлтан Балуан. Молодец. Аттың аты не дедің? Жаужүрек, Тараздан келген ат. Қашыңдар! Таза! Ел Қуат Құлстан Тұңышбекұлы 19 жылы Арыс қаласынан осы Солтүстік Қазақстан осы Қызылжар ауданына көшіп келгем. Қазір таңда осы Қызылжар ауылдық округте әкім болып жұмысы жатыр. Ал халқым көшіп келем дейтін болсаңдар, міне біздің соғысымыз кең пейілді жер, бәріңізді шақырамын. Давайте келіңіздер. Міне бүгін көкпар ойыны болып жатыр. Ал көкпарға бәріңіз келіңіздер. Молодец! Ассалаумағалейкум. Инстаграмда көреміз бе? Иә, да. Салам. Болды. Қысқасы біз сіздерді солтүстікте күтеміз ағайын. Бұл да қазақтың жері, есілдің оң қанатын атам заманнан бері арғын сол қанатын кереймеген деген өте бір құтты